Ал, енді Мирасжан дәл қазір мына ақшаны ала қой. Кел. Ақшаны ал, қорқма, дірілдеме, смело. Екі кісінің ортасына тұра қой. Ал, ағайын дәл қазір Мирастың өміріндегі ең қиын таңдау сәтінің бірі болайын деп тұр. Дәл қазір Мирас өмір мен өлімнің ортасында тұр. Мирас, сол жағыңа қара. Кім? Анам. Жәннәтің. Сені дүниеге алып келген, сенің алтын құрсақты анаң. Оң жағыңа қара. Кім? Келіншегім. Жан-жарым деп айтты. Сенің аманатың, сенің кіріңді жуатын, сенің сүйікті әйелің. Енді ақшаны кімге бересің? Мә, мұны ойланып тұр ғой. Мирас. Мама, не болды? Жан, Мирас. Ал? Өздеріне құтты болсын, несібелері мол болсын. Алла разы болсын, мама. Негізі, Мирас, Қамалай деген еркекті танисың ба? Танимын. Сол еркекке берсе ақшаны. Қайда? Әй, жан. Жаным, мына кісі шок болып тұр ғой кәдімгідей. Не болды бұқа? Неге настроениеңіз көтеріліп кетті? Өздеріне игіліктеріне болсын. Жоқ, негізі бұл ақшаны әкемізге бер. Әкеңе бер. Бұл ақшаны сізге беріп жатқан себебім, папа, білесіз, бұл ақша сіздердікі. Неге сіздерге беріп жатырмын? Құдай қаласа, иншалла, 9 ай 9 күннен кейін осы сіздің шаңырағыңызға осы отырған бүкіл қонақ жақсы жаңалықпен дүниеге алғашқы немере келген кезде сол немерем керек жарағына сіздер жұмсасын. Келген қонақтарға осы ақшаға дастархан жайыңыздар. Алла сол жеткізгісін беріп жатырмын.